Қытай мен Үндістан соғысса кім жеңеді? 21 ғасырдағы ең қауіпті геосаяси қақтығыстардың бірі Қытай мен Үндістан арасындағы текетірес. Бұл екі алып мемлекет Азияның жүрегінде орналасқан, әрі екеуі де ядролық держава. Ал егер екеуі арасында үлкен соғыс басталса, кім жеңер еді? Талдап көрейік. Халық және адам ресурсы. Қытайдың халқы шамамен 1 миллиард 410 миллион адам, ал Үндістанның халқы 1 миллиард 420 миллион адам шамасында. Яғни айырмашылық аз. Бірақ Үндістан халқының жартысынан көбі 30 жасқа толмаған, демек жас әрі соғысқа төзімді буын басым. Ал Қытайда халықтың едәуір бөлігі қартаю кезеңінде, бұл ұзақ соғыс жағдайында әлсіздік болуы мүмкін. Экономика және әскери бюджет. Қытай экономикасы Үндістаннан шамамен 5 есе үлкен. 2025 жылғы дерекке сай, Қытайдың ішкі жалпы өнімі шамамен 17 триллион доллар. Ал Үндістандікі 4 триллион доллардан сәл аз. Қытай жыл сайын 225 миллиард доллардан астам қаржыны қорғаныс саласына жұмсайды. Үндістанның әскери бюджеті 83 миллиард доллар шамасында. Экономикалық және технологиялық қуат жағынан Қытайдың үстемдігі айқын. Әскер саны және құрылымы. Қытай халық азаттық армиясында шамамен 2 миллион 100 мың белсенді әскери қызметкер бар. Үндістан армиясында 1 миллион 430 мың белсенді жауынгер және 2,5 миллионға жуық резерв бар. Саны жағынан айырмашылық аса үлкен емес, бірақ Қытай әскерінің жабдықталуы мен техникасы анағұрлым жоғары деңгейде. Қару-жарақ және технология. Қытай соңғы 10 жылда заманауи қару саласында серпіліс жасады. Оның арсеналында 5-ші буын жойғыш ұшақтар JM, гипердыбыстық зымырандар және қуатты баллистикалық ядролық қару жүйелері бар. Үндістан да артта емес. Франциядан алынған Рафаль ұшақтары, Брахмос зымырандары, С-400 әуе қорғаныс жүйесі және Арджун танкілері бар. Бірақ технологиялық өндіріс пен электронды соғыс жүйелері бойынша Қытай айқын көш бастап тұр. Одақтастары және халықаралық қолдау. Қытайдың негізгі серіктестері Ресей, Пәкістан және Солтүстік Корея. Үндістан болса ақш, Жапония, Франция және Австралиямен тығыз әскери және саяси байланыс орнаған альянсы. Сондықтан егер соғыс халықаралық деңгейге көтерілсе, Үндістанды батыс елдері қолдауы әбден мүмкін, бұл оған саяси және әскери артықшылық береді. География және төзімділік. Қытай мен Үндістанның шекарасы шамамен 4000 шақырымға созылады, және ол Гималай тауларының биік аймақтарында орналасқан. Бұл жерде ауа жұқа, температура төмен, логистика қиын. Мұндай жағдайда соғыс жүргізу екі елге де ауыр тиеді. Үндістан сарбаздарының таулы аймақтарда соғыс тәжірибесі көбірек, ал Қытайдың артықшылығы дрондар, спутниктік барлау және байланыс технологиялары. Әскери тәжірибе. Үндістан соңғы 50 жылда Пәкістанмен 3 рет ірі соғыс жүргізген, яғни нақты ұрыс тәжірибесі бар. Қытай болса соңғы рет 1979 жылы Вьетнаммен соғысқан. Сол себепті тәжірибе жағынан Үндістанның қолы сәл басым. Қорытынды. Егер соғыс қысқа мерзімде жоғары технология мен әуе үстемдігіне сүйеніп өтсе, Қытай жеңеді. Ал егер соғыс ұзаққа созылып, адам күші мен төзімділікке сүйенсе, Үндістанның мүмкіндігі артады. Дегенмен мұндай соғыстың түпкі нәтижесі екеуі ішінде қирау мен шығын ғана болмақ. Себебі екі елде ядролық қаруға ие. Осындай аналитикалық видеолар ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңмен бөлісіп кет. Бұл бізге келесі видеоларды жасауға үлкен шабыт береді.